Сәлем достар, жадыраған жаз маусымында табиғат аясына серуенге шыға қалған жағдайда абайсызда улы жәндіктердің құрбаны болып жатамыз. Бірімізді жылан шақса, енді бірімізге кене жабысып әбігерге түсіреді. Ал сіз білесіз бе, біздің планетамызда көбіміз біле бермейтін өмірімізге өте қауіпті, адам өлтіретін түрлі жаратылыс иелері бар екен. Бүгінгі топтаманы ашатын фугу балығы. Бұл ханымның ішкі ағзаларында, әсіресе бауырында және уылдырығында, сондай-ақ өті мен терісінде тетрадотоксиннің өлімге апарып соқтыратын көп мөлшері жинақталған. Бүгінге дейін фугуның уын қайтаратын дәрі-дәрмек табылмаған. Австралиялық тайпан. Австралиялық тайпан ең қауіпті жылан. Ұзындығы 3,5 метрге дейін жетеді. Ал улы тістерінің мөлшері 1 сантиметр. Бұл жыланның уы өте қауіпті. Тайпан жыланы қарапайым атты шағар болса, ат бірнеше минуттың ішінде өліп кетеді. Адам баласын шаққан бірнеше жағдайда соңы өкінішті қазаға апарып соқтырған. Древолаз бақасы. Древолаздың терісі кез келген тірі ағзаны өлтіруге күші жететін уды бөлетін темірмен өкпектелген. Бұл у шамамен жүздеген заттардан тұрады. Удың қауіптілігі соншалықты, ғалымдар зерттеу жүргізу барысында бақаны қолмен ұстау үшін өте қалың қолғаптар киюге мәжбүр болады. Өйткені оның уы кез келген сызат арқылы еніп кетуі әбден мүмкін. Древолаздың уына қарсы вакцина әлі де ойлап табылмаған. У ағзаға түскен жағдайда адамның тірі қалуы екіталай. Бразилиялық кезбе өрмекші. Тек қана Америкада, әсіресе тропикалық және субтропикалық аймақтарда мекендейді. Бұл өрмекші өте белсенді және өрмек тоқымайды. Қашанда қаңғырып жүретіндіктен кезбе өрмекші деген атаққа ие болған. Оның көлемі бар болғаны 10 сантиметр. Бірақ кішкентайлығы өзінен үлкен жануарларды аулауға кедергі бола алмайды. Өрмекшінің уы денсаулығы мықты ересек адам үшін өлім қаупін туғызбайды. Ал ауру немесе кішкентай балалар үшін бірнеше есе қауіпті. Тас балық. Үнді және Тынық мұхиттарының суларында мекен етеді. Оның арқасында қауіпті сезуге көмектесетін 13 қылқан бар. Балықтың уының күшті болғандығы соншалықты, уы тиген жағдайда адам бірден есінен танып қалады. Қанқұйлы сары шаян. Оның көлемі үлкен емес, бар болғаны 11,5 сантиметрге дейін жетеді. Дегенмен нейротоксиннің мөлшері көп болғандықтан уы өте қауіпті. Аталған сары шаянның бізгегі әлсіз болып келеді, сондықтан дені сау ересек адамды өлтіруге шамасы жете бермейді. Дегенмен уланған жағдайдың соңы өмірге қауіп тудырумен немесе аллергия берумен аяқталуы мүмкін. Теңіз жыланы. Бұл епті шабуылшының уы әдетте өлім туғызып немесе сал ауруына шалдықтырады. Бір қызығы, аталаған жылан өзінен үлкен жаратылыс иелеріне шабуыл жасауға жүрексінеді. Сондықтан жылан адамдарға қауіп төндірмейді. Мәрмәр конус ұлу. Конус ұлулардың ең улы түрлерінің бірі. Олар құрбандарын у жағылған тістері арқылы зақымдайды. Ал егер сіз осындай ұлуға тап болсаңыз, онда мүгедек болып қалу сізге жақсы болып көрінеді. Себебі қауіпті ұлудың уы көптеген адамдарды өлтіріп үлгерді. Көгілдір шығыршықты сегізаяқ. Сегізаяқ суда адам өмірі үшін қауіпті емес, бірақ судан шыққан жағдайда өткір тұмсығымен шағып алуы мүмкін. Сегізаяқтың уы өте мықты болып келеді. Бір сегізаяқтың қуаты 10 адамды өлтіруге жетеді. Теңіз арасы. Бұл араның уының күші ересек адамды бірнеше минуттың ішінде өлтіріп тастауға жеткілікті. Суда жүрген көзге мүлде көрінбейді десе де болады. Сондықтан одан сақтану қиынға соғады. Көк басты ифрита. Иә достар, сіз қателескен жоқсыз. Бұл құс. Жаңа Гвинея ормандарына осындай ұлы құс мекен етеді. Құстың көлемі шамамен 16 сантиметрге дейін жетеді. Кеуделері мен қанаттары сары қоңыр түсті болып келеді. Ал басы көк түсті қалпақпен сәнделген. Бұл құстың уы кеудесі мен аяқтарында жинақталған. Оның қауырсындарына байқаусыздан тиіп кеткен адам күйіп қалады. Ал ұсақ түктері мен мұрын аймағына түсер болса, бірден аллергиялық жөтел басталады. Достар, бүгінгі видеомызда біз сіздерге ең улы тіршілік иелерін көрсеттік. Әрдайым абай болып жүріңіз, себебі осындай улы жаратылыс иелері біздің жерімізде де аз емес.
Ал сізбен бірге болған Q-Life арнасы. Осы видеоға лайк басып, өз ойларыңызды пікірлерге жазып кетіңіз. Ең үздік пікірді алдағы видеомызды көрсететін боламыз. Келесі видеомызды өткізіп алмас үшін мына жердегі қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі видеода кездескенше.